Сәлеметсіздер ме? Гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен тағы да осы өзіміздің үй гүлдерімізге пайдалы бір тыңайтқыш туралы айтқым келіп отыр. Ол өте қарапайым, қолда бар, органикалық тыңайтқыш болып келеді. Оны біз қоқысқа тастап жатамыз. Соны қоқысқа тастамай, осы гүлдерімізге пайдалансақ болады екен. Бүгінгі біздің жасайтын тыңайтқыш ол өсімдіктердің тез өсуіне және дамуына ықпал етеді. Нәтижесінде сау және әдемі жапырақтар пайда болады. Дұрыс тыңайтылған гүлдердің өсуі жақсарады. Осы тыңайтқыштың арқасында гүлдер барлық қажетті қоректік заттарға ие бола алады. Міне енді өздеріңіз көріп тұрсаңыздар, бізге кәдімгі желініп тасталған қарбыздың қабығы қажет. Бізге сосын осындай блендер қажет. Біз қарбыздың қабығын жақсылап, майдалап, турап аламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай. Егер де сіздерде үлкен қарбыз болса, үлкен бір тіліктен қалған қарбыздың қабығын алсаңыздар болады. Мен майдалап туралған қарбыздың қабығының 3/4 алдым. Сосын оған азғантай ғана су қосамыз. Сонымен қатар бұл қарбыз қабығы гүлдердің тамыр жүйесінің күшті дамуына ықпал етеді және топырақты түрлі витаминдерге байытады. Енді араластырғышты, яғни блендерді қосып 2 минуттай шайқап аламыз. Міне өздеріңіз көрсеңіздер, осындай қарбыздың қабығы майдаланады. Енді біз бұл шыққан затты сүзгіден жақсылап сүзіп аламыз. Өйткені бізге тек бұның суы ғана керек. Ал мынау түйірлерін майдаланған, оны қоюларын тастамаңыздар. Оны біз бау-бақшада жаңағы түрлі көкөністер еккенде соның топырағына араластырып егіп жіберсек, ол гүлдердің, яғни гүлдер болсын, бау-бақшадағы басқа көкөністер болсын, олардың жақсы дамып өсуіне көмектеседі. Міне енді біздің суымыз осындай түсте болды. Мен бұған 1 литр су тағы араластырдым. Жаңағы менің табақшадағы құйып суым, ол жұмыртқа қайнатқан су. Соны тастамай алып қойдым. Не енді өстіп гүлдерімізге құйып шығамыз. Жұмыртқа қайнатқан суды тастамай осындай гүлдеріңізге пайдалансаңыздар, ол да гүлдеріңізге жақсы өсуіне ықпал жасайды. Қарбыз қабығы тамаша өсімдік қоспасы. Өйткені ол азот, калий, магний, фосфор сияқты маңызды қоректік заттарға бай. Бұл азот, калий, магний, фосфор ол біздің осы гүлдерімізге өте пайдалы витаминдер болғандықтан, біз қай өзіміздің жеп жатқан көкөніс болсын, жеміс болсын, олардың барлығында осы азот, калий, магний, фосфор болғандықтан, олардың барлығын тастамай, өстіп біз гүлдерімізге пайдаланып отырсақ болады екен. Біз қарбыз қабығын қосымша ретінде пайдалана отырып, өсімдіктердің жақсы өсуіне, сау жапырақ ашуына және де көп гүл ашуына көмектесіп ықпал етсек болады. Қарбыз қабығының ылғалдылығы жоғары. Ол әсіресе топырағы кепкен кезде топырақтың ылғалдылығын сақтауға гүлдерге жақсы көмектеседі. Бұл міне өздеріңіз көріп отқандарыңыздай, қарбыздың қабығында қоқысқа тастамай, гүлдеріңізге тамаша пайдалы тыңайтқыш жасап берсеңіздер болады. Міне бүгінгі менің осы гүлдерге пайдалы тыңайтқышымды сіздерде гүлдеріңізге жасап беріңіздер. Қазіргі жазғы уақытта, нағыз осы қарбыздың шығып жатқан уақытында, сол қарбыздың қабығынан осындай өте тамаша витаминдерге бай осындай тыңайтқышты гүлдеріңізге жасап беріңіздер. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Менің видеомды көбінесе тіркелмеген адамдар көреді екен. Сіздер де тіркеліп, менің осы каналымның, қазақша каналдың дамуына
өздеріңіздің үлестеріңізді қоссаңыздар деп ойлаймын. Сіздермен болған бақыт. Сау саламатта болыңыздар.